әжелеріміз ұйықтар алдында күнде бізге ертек айтып береді. Ертегін жақсы білеміз ба? Ертегіні қалай басталатын еді негізі ертегі? Өте дұрыс, өте тамаша. Ертегі, ертеге деп басталады. Ендеше балдар, сіздерге мен бүгін кім күшті деген ертегімен таныстырамын. Тыңдаймыз ғой? Жарайды онда. Мұз, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, бауырымды жаңбырға тестірмес едім дейді. Жаңбыр айтады, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, жерге жұтқызар едім деп, жаңбыр осылай жауап береді екен. Жер, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк шөпке бауырымды жалтырмас едім дейді. Көк шөп, сен неден күшті болдың дейді. Көк шөп айтады, мен күшті болсам, көк тоқты мойнымнан жұлқылап жемес еді дейді. Тоқты білесіңдер ғой? Қойдың несі? Қойдың? Төлі. Өте жақсы. Енді көк тоқты, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк шұнақ қасқырға құйрығымды жұлқытпас едім. Қасқыр, сен неден күшті болдың дейді. Қасқыр айтады, мен күшті болсам, көк мылтыққа құйрығымды ойдырмас едім дейді. Қасқырды білесіңдер ме балалар? Қасқыр қандай жануар? Жабайы. Ол деген еш нәрсеге көнбейтін. Бұзық, өте тамаша айтасыңдар. Ал енді көк мылтық, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, шолақ тышқанға білтемді қидырмас едім. Тышқан, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, құмырсқаға інімді алдырмас едім дейді. Құмырсқа, сен неден күшті болдың? 6 батпан ауырды арқалаған күштімін. 7 батпан ауырды желкелеген күштімін деген екен құмырсқа. Құмырсқа қандай жәндік балалар? Өте тамаша, тағы қандай? Өте дұрыс айтасыңдар, ауыр заттарды көтере береді ол, өте еңбекқор екен, ол өзінің еңбегімен. Дұрыс айтасың. Енді бұл барлығынан да күшті не екен сонымен? Құмырсқа. Енді балдар, біздер күшті мықты болу үшін біз не істеуіміз керек екен? Білім алуымыз керек екен, білім алсақ, біздер барлығынан да күшті боламыз, барлығында біз жеңіп шыға алады екенбіз. Бүгінгі ертегі ұнады ма сіздерге? Ұнады, ендеше осымен бүгінгі ертегімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.